Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфa'уна ванфa'на бима алламтана иннака аля кулли шайин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма жа'алтаху сахла ва анта таж'алул хазна идha ши'та сахла. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша фиқ сабағымызды жалғастырамыз. Кітабымыздың мына жеріне келген едік. Кайфиятул ихрам. Қажылық жасайтын адам ихрамға қалай кіреді? Ва иза арадал ихрама. Қажылық жасайтын адам ихрамға кіруді қалаған кезде игтасала ау таваддаа. Игтасала ғусыл алады. Ау таваддаа немесе дәрет алады. Вал ғуслу афдалу. Ғусыл алғаны абзал. Яғни бұл ихрамның сүннет амалдарына жатады. Міндетті амал емес. Бірақ дәрет алғаны немесе ғусыл алғаны жақсырақ. Ғусыл дәретке қарағанда абзал амал болып саналады. Сосын дәретіне ғусыл алғаннан кейін валабиса саубайни жадидайни, екі жаңа киім киеді. Енді бұл жерде жаңа киім дегенде әрине бұл киім емес, бұл бір мата, тігісі жоқ мата. Осы екі жаңа матаны оранады. Ау ғасилайни. Жаңа болмаса, ғасилайни жуылған екі матаны орануға болады. Изаран варидаан. Біреуін изар ретінде орайды, яғни белден төмен қарай ораса, варидаан екіншіні рида ретінде, яғни дененің үстіңгі жағына орайды. Мұндай тігіссіз матаны орану бұл ихрамның талабы. Ихрамға кірген кісінің тігісті киім киюіне болмайды. Уамасса тойбан ин кәна лаху. Уамасса тойбан. Егер болса миск жағады. Уамасса тойбан миск, яғни әтір жағады. Ин кәна лаху. Егер болса, әтірі болса, әтір жағады. Яғни миск болса, миск жағады. Әрине бұны ихрам киімге емес, денесіне жағады. Васалла, міне осыдан кейін ракаатайни, васалла ракаатайни, екі ракаат намаз оқиды. Міне осы амалдарды жасап болғаннан кейін, яғни ихрамға кіретін кезде ғусыл алады, немесе дәрет алады, сосын барып екі жаңа матаны изар және рида ретінде белден төмен қарай және денесінің үстіңгі жағын оранады. Одан кейін үстіне миск жағады да екі ракаат намаз оқиды. Бұл екі ракаат намаз оқу сүннет амалға жатады, ихрамның сүннеттеріне жатады. Вақала, сосын бұлай дейді. Аллахумма инни уридул хаджа ва раббам ва жаратушием ва Аллахым инни уридул хаджа. Мен қажылық жасауды қалаймын. Фаяссирху ли, оны маған жеңіл қыл. Ва тақаббалху минни, және қажылығымды қабыл ал деп дұға жасайды намазың соңында. Сумма юлабби ақиба салатихи. Сосын сумма юлабби тәлби айтады ақиба салатихи, намаз оқып болғаннан кейін. Намаз оқып болғаннан кейін жаңағы сөздерді айтып, қажылыққа ниет етіп, ва раббым, мен қажылық жасауды қалаймын,
қажылықты маған жеңіл қыл және қажылығымды қабыл ал деп айтып, ниет қылып, содан кейін тәлбие айтады, намаз оқып болғаннан кейін. Сумма юлабби ақиба салатихи, намаздан кейін тәлбие айтады. Фаин кана муфридан, егер қажылық жасаушы кісі ифрат қажылығын жасайтын адам болатын болса, негізі қажылықтың өзінің 3 түрі болады. Ифрат қажылығы, қиран қажылығы, тәмәттү қажылығы. Енді бұл жерде кітабымыздың басында бізге ифрат қажылығын түсіндіреді. Жалпы қажылықтардың арасында үлкен бір айырмашылық жоқ. Кейбір айырмашылықтар ғана бар. Енді оған арнайы бір тақырып бөледі. Мысалы, қиран қажылығы және тәмәттү қажылығы деген тақырыптар келеді алдымызда. Ол жерде бұл тәмәттү қажылығы мен қиран қажылығының ифрат қажылығынан қандай айырмашылығы бар екендігі айтылып өтеді. Енді фаин кана муфридан бил хаджи, қажылық жасаушы кісі ифрат қажылығын жасауға ниет еткен болатын болса, науа би тәлбиятихи әл-хаджа, тәлбие айтқан кезде ол кісі қажылық жасауды ниет етеді. Яғни тек қана қажылық жасауға ниет етеді. Мысалы, осы жерде айта кетейік, егер қиран қажылығын жасайтын адам болатын болса, қиран қажылығын жасайтын адам осы кезде, осы жерде ол омра жасауға және қажылық жасауға ниет етеді. Екеуіне бірдей ниет етеді. Ал егер тәмәттү қажылығын жасайтын қажы болатын болса, ол кісі бұл жерде омраға ниет ететін еді. Ал қажылыққа кейін омрасын бітіп, қажылықтың уақыты жақындаған кезде қажылыққа ниет етеді. Ал ифрат қажылығын жасайтын адам дәл осы жерде тек қана қажылыққа ғана ниет етеді екен, тәлбие айтқан кезде. Тәлбие ән яқула, ол мына сөздерден тұрады, мына сөздерді айтудан тұрады. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Міне осы сөздерді айту тәлбие болып саналады. Тәлбие бұл ихрамға кірудің шарты болып саналады. Ихрамға кіретін кезде тәлбие айту ол шарт болып саналады. Мысалы, біз намаз оқитын кезде, намаздың бас жағында тәкбір тахрим айтамыз. Аллаху акбар деп намазға кіреміз. Міне қажылықтың амалдарына да тәлбие айтып кіреді. Тәлбие айтып кіреді. Сондықтан ихрамға кіретін кезде қажылық амалына бастау үшін, қажылықтың амалына кіру үшін міндетті түрде тәлбие айту ол шарт болып саналады. Міне осыдан кейін тәлбияны басында ихрамға кіретін кезде бір мәрте айтқаннан кейін тәлбияны көп рет айтуға болады. Қажылықта, омрада тәлбияны көп айтқан жақсы, абзал. Бірақ ол тәлбиелердің үкімі сүннет, мустахаб амалдарға жатады. Демек, ихрамға кіретін кезде тәлбие айту ол тәлбияның шарты екен. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات. Жоғарыда айтылған тәлбияның сөздері бар емес пе? Сол тәлбияның сөздерінің ешқайсысын кемітуге болмайды. Кемітпеу керек. فإن زاد فيهما جاز. Ал егер тәлбияның сөздерін көбейтіп айтам дейтін болса, бұдан да артық қып айтам дейтін болса, тағы да қосып айтатын болса, неден кейін? Осы тәлбияны айтып болғаннан кейін, فإن زاد فيهما بعده, яғни осы тәлбияны айтқаннан кейін тағы да Алланы мақтайтын сөздерді қосам дейтін болса, жайыз рұқсат етіледі. Бірақ негізгі тәлбияны оны кем қылып айтуға болмайды. Оны айтпай тұрып, одан алдын немесе оның арасына басқа сөздерді қосып айтуға болмайды. Тәлбияны жоғарыда айтылған мәтінді бірінші айтып болады, одан кейін тағы да қосып айтам дейтін болса, оны қосып айтуға болады екен. فإذا لبى فقد أحرم. فإذا لبى,
тәлбия айтқан кезде фақада ахрама, қажылыққа ниет еткен кісі ихрамға кірген болып саналады, яғни қажылықтың амалдарын бастаған болып саналады. Осыдан кейін фәльяттақиллаха ма нахаллаху анху. Фәльяттақиллаха, ихрамға кіргеннен кейін сақтану керек. Не нәрседен? Ма нахаллаху анху, Алла тыйым салған нәрселерден сақтанып жүру керек екен. Ол қандай нәрселер? Минар рафаси, жыныстық қатынасқа түсу. Яғни қажылықта ихрамның тыйымдарына жыныстық қатынасқа түсу жатады. Мысалы, қайсы бір қажылыққа барған кісі өзінің жұбайымен бірге қажылыққа барған болатын болса, ихрамға кіргеннен кейін жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, ол ихрамның тыйымдарына жатады. Сол сияқты жұбайымен жыныстық қатынасқа қатысты әңгімелер, сөздер айтуда тыйым салынады. Сонымен қатар уәл фусуқ. Фусуқ бұл күнәлар. Яғни ихрамға кіргеннен кейін күнә жасауға болмайды. Жалпы ихрамға кірмей тұрып та, ихрамға кірмеген кісілерге де күнә жасауға болмайды. Ал бұл күнә жасау ихрамға кіргеннен кейін де одан да қатты тыйым салынатын амалдарға жатады. Уәл жидәлә, және ихрамға кірген кісінің талас тартысқа түсуіне, біреумен жанжалдасуына, төбелесуіне, ұрысуына болмайды. Бұл ихрамның тыйымдарына жатады екен. Сонымен қатар уәлә яқтулу сойдан, аңды өлтірмейді. Аң аулап, аңды өлтіруге болмайды ихрамдағы кісінің. Уәлә юширу илейхи, және аңның орнын аң аулайтын кісілерге нұсқап көрсетуге де болмайды. Уәлә ядуллу алейхи, және аңның орнын, аңды аулап жүрген, аңды өлтірейін деп жүрген кісілерге аңның жатқан орнын көрсетуге болмайды екен. Яғни қолымен бұлай нұсқап көрсетуге де, және аузымен аңның орнын айтуға да болмайды. Сонымен қатар уәлә елбәсу қамисан, тігісті киім кимейді, яғни көйлек кимейді. Уәлә сарауилә, шалбар кимейді. Уәлә имаматан, басына сәлде кимейді. Уәлә қалансуатан, және басына тақия, шапка кимейді. Уәлә қабаан, үстіне шапан кимейді. Және уәлә хуффайни, аяқтарына мәсі, аяқ киім киюге болмайды. Яғни мәсі, туфли, және етік сияқты аяқ киімдерді киюге болмайды. Демек, ихрамда тігісті киімнің барлық түріне тыйым салынады екен. Илля ан ла яжиданна алейни, ал егер сандали таппаса, шлепка таппаса аяғына киетін. Фаяқтаухума, онда мәсіні кесуіне болады. Мәсіні кесіп тастау, қонышын кесіп тастауына болады. Асфалал каъбайни, мәсіні кескен кезде аяқтың үстіңгі жағында томпиып шығып тұрған бір сүйек бар. Сол сүйектен төмен етіп, сол сүйектің үстін жауып тұрмайтындай, сол сүйек ашық тұратындай етіп, содан төмен етіп, кесіп, мәсіні ихрамдағы кісінің киіп алуына болады екен. Уәлә юғатти рәсәху, және басын жауып жүруге болмайды. Кез келген нәрсемен. Басына тақия киіп болсын, немесе басына бір киімді жауып алып болсын, басын жауып жүруге болмайды. Бірақ шатыр ұстап жүруге болады. Қолына шатыр ұстап, күннен немесе жаңбырдан сақтанып жүруге болады. Бірақ басын тікелей қандай да бір затпен жабуға болмайды екен. Уәлә уәжхаху, және бетінде жабуға болмайды. Бетін бір нәрсемен орап жүруге болмайды. Уәлә ямассу тибан, және үстіне, киіміне хош иісті зат, яғни әтір, миск себуге болмайды. Уәлә яхлиқу рәсәху, және ихрамда болған кезде шашын алуға болмайды. Шашын тықырлап алуға болмайды.
Вала ша'ра баданихи, шашымен қоса денесіндегі түктерді де алуға болмайды. Денесіндегі түктерді де алуға болмайды, қыруға болмайды. Вала яқуссу мин лихиятихи, және сақалын қысқартуға болмайды. Вала мин зуфрихи, сонымен қатар тырнақтарында ихрамда болған кезде алуға болмайды. Вала ялбасу саубан масбуған би варсин вала за'фаранин вала усфурин, және денесіне изар және рида ретінде орайтын мата, уарс, за'фаран, усфур деген өсімдіктерден алынған бояулар бар. Бұлар әрі бояу және хош иісті заттар. Осы бояулармен боялған матаны ихрамның киімі ретінде үстіне орануға болмайды. Не себепті? Бұл боялған, осындай осы аталған өсімдіктен алынған бояумен боялған киімдерде сол бояудың хош иісі шығып тұрғандықтан, яғни әтірдің иісі, хош иісі шығып тұрғандықтан, демек бұл жерде кез келген хош иіс шығып тұрған нені, матаны ихрамның несі ретінде, киімі ретінде киіп жүруге, оранып жүруге болмайды екен. Илля некуна ғасилан, алайда бұл хош иісті бояумен боялған маталар егер жуылған болса, илля некуна ғасилан, яғни жуылған болатын болса, ла янфадду, және жуылғаннан кейін иісінің барлығы кетіп қалып, әтірдің иісін, хош иісті шығарып тұрмаған болатын болса, хош иісі жоқ болатын болса, жуылған болса, сол боялған маталар, оларды ихрамның киімі ретінде пайдалануға болады екен. Вала бәса ан яғтасила, ихрамдағы кісіге мына нәрселер рұқсат етіледі. Мысалы, вала бәса ан яғтасила, ғұсыл қиюына болады, жуынуына болады, шомылуына болады. Ваядхул ал-хаммама, моншаға түсуіне болады. Ваястазилла бил бейти, бір ғимараттың көлеңкесінде тұрып, көлеңкесін паналауға болады. Вал махмили, сол сияқты күйменің ішіне кіріп, сол күйменің көлеңкесін паналауға болады. Және ваяшудда фи васатихи ал-химяна, беліне әмиян байлап жүруіне болады. Мысалы, ақшасын салатын, құжаттарын сап қоятын бір әмиянды беліне орап, беліне байлап жүруіне болады. Вала яғсилу расаху вала лихиятаху бил хитми, басын жуған кезде және сақалын жуған кезде хитми деген затты қолдануға болмайды. Хитми деген зат бұл хош иісті зат. Қазір мысалы шампунь, иісті сабын сияқты заттар жуынған кезде адамның денесінен хош иіс шығады. Міне осы сияқты хош иісі бар заттарды пайдаланып басты жууға болмайды және сақалды жууға болмайды. Егер иіс шығармайтын сабындар болатын болса, оларды қолдануға болады. Иіс шығармайтын сабындарды. Құр судың өзімен де басты, денені, сақалды жууға болады. Ва юксиру минат тәлбияти, тәлбияны көп айтады. Қажылыққа ниет етіп ихрамға кірген кісілер тәлбияны көп айтады. Ақиба салауат, намаздардан кейін. 5 уақыт намаздарды оқып болғаннан кейін, әр намаздан кейін тәлбияны көп айтады. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк ла шарика лак. Міне осы тәлбияны намаздардан кейін көп айтады. Және ва куллама ала шуруфан, ва куллама ала шарафан, биік жерге шыққан сайын, ау хабата вадиян, сай жерге түскен сайын, яғни биікке шықтыңыз ба тәлбия айтылады, төмен жерге түстіңіз ба тәлбия айтылады. Ау лақия ракибан, немесе алдыңыздан
бір топ адамдарды кездестіріп қалдыңыз ба, немесе көлікке мініп келе жатқан адамдарды көрдіңіз ба, алдыңыздан шықты ма, сол уақытта да тәлбияны айтады. Тәлбия айтылатын жерлер. Және обел асхари, сонымен қатар сәресі уақытында, таң намазының уақыты кіруге жақын қалған кезде, сәресі уақытында, таң намазының уақыты кірмей тұрып, сәресі уақытында көп тәлбия айтылады екен. Және уайарфау саутаху бит-тәлбияти, тәлбия айтқан кезде де дауысты көтеріп, шығарып айтқан дұрыс. Құрметті бауырлар, бүгінгі сабағымызды осы жерде тәмамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.